Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Егіздер белгісіндегі жандар үшін апталық болжам 21 және де 20 қараша аралығына. Жоғарыдағы карта бізде аптада маңызды әсер беретін жағдайлар. Бізде Луна, Старший аркан және де Королева Пентаклей. Бір қаржы күтіп жүрсеңіз, жаңағы түсу керек болса, келу керек болса, жаңағы бір аптаның көлемінде болады алдағы. Және де Луна, Старший аркан, кішкене эмоцияға мықты болыңыз, біреумен ренжісіп, ұрсысып қалуыңыз мүмкін, арада түсінбеушілік болып қалуы мүмкін, жақын адамыңыз, екінші жартыңызбен, туған туыспен деген сияқты. Артық әңгімеге, өсекке мән бермеңіз. Жаңағы оған еріп, сол адаммен ұрсысудың, ренжісудің қажеті жоқ. Және де бір аптаның көлемінде маңызды бір қаржыға байланысты мәселелерді шешесіз. Келесі бізде аптада орын алатын жағдайлар. Аптаның басында 4 Пентаклей және де туз Пентакль. Пентакль бұл өзі қаржының картасы. Яғни аптаның басында бір ақшаға байланысты бір мәселелерді шешесіз. Қолыңызға түскен қаржыны жаңағы жай ғана ұстап отыруға болмайды. Бір іске, бір бизнеске салам деген ойыңыз болса, бір білім алуға салам деген ойыңыз болса, жаңағы именно қаржы қолыңызға келген кезде ойланып қалмай, жаңағы салу керек. Депозитке салам десеңіз, депозитке салу керек. Бір іске, бір білім алуға, бір жұмысқа салам десеңіз, жаңағы рисковать етіп салған жөн аптаның басында. Аптаның ортасында Маг, Старший аркан және де Королева мечей, бір іс, бір бизнес жайлы, бір жұмыс жайлы жаңағы шешім қабылдайтын боласыз аптаның ортасында, және де бұл сіздің қолыңыздан келеді. Аптаның ортасында барлық возможность, барлық мүмкіндік бар. Сондықтан аптаның ортасында бір жаңа істі, жаңа жұмысты, бір тірлікті бастап жасап аяқтауға тырысқаныңыз жөн. Аптаның ортасында өз-өзіңізді жұмыс жағынан болсын, семьяда болсын, жақсы жағынан көрсетуге, бір істі жасауға сізде үлкен возможность, үлкен мүмкіндік бар. Жаңағы бір аптаның ортасы сіз үшін бір жеңіл, жаңағы бір везенияның болатын уақыты. Ал аптаның аяғында орын алатын жағдай 7 жезл және де императрица. Жаңағы еңбектеніп жасаған ісіңіздің результаты аптаның аяғында болады. Яғни жаңа жасаған ісіңіз, еңбегіңізге, өзіңізге жаңағы бір бағалы зат алуға, бағалы киім киюге, әдемі болып жүруге, или болмаса жасаған еңбегіңізді бағалай біліп, сізге сыйлық сыйлауы мүмкін. Жаңағы жұмыста, жаңағы таныстарыңыз жасаған еңбегіңізді бағалайды. Және де аптаның аяғында жұмыс өте көп болады. Сондықтан аптаның басы ортасында жаңағы бастаған істерді аптаның аяғына қалдырмауға тырысыңыз, себебі жұмыстан үлгермей қалуыңыз мүмкін. Себебі аптаның аяғында да сізде жұмыс өте көп болады. Келесі бізде Дьявол, Старший аркан. Бұл аптаға берілетін кеңес бір аптаға. Бір келетін қаржы да жеңіл жолмен болуы мүмкін. Жаңағы нелегальный дейді ғой, сондай жолмен келуі мүмкін. Немесе сіз әйел адамсыз, декретте отырсыз, жұмыс жасамайсыз, или болмаса жаңағы басқа бір адам сізді жаңағы қаржы беріп, киіндіріп, тамағыңызды алып беріп деген сияқты, яғни жолдасыңыз, туған туысыңыз сізге қаржылай көмек беруі мүмкін. Және де желательно нелегальный істермен айналыспаңыз. Левый жаңағы жұмыстар жасап бір жеңіл ақша табам деп ойламаңыз. Жеңіл ақша табуға жаңағы или болмаса бір левый жасауға жаңағы шешім қабылдарда өте абай болыңыз. Себебі ол іс болмай қалуы мүмкін, немесе бір дұрыс әрекет болмай қалуы мүмкін. Сондықтан кішкене ол жағынан абай болыңыз. Және де жаңа таныстық, жаңа кездесулер болса, кішкене жаңа таныстықтардан өте абай болғаныңыз жөн, себебі сіз жалғыз адам емессіз. Яғни қыз бала болсаңыз да, ер азамат болсаңыз да, жаңа таныстық болса, ол сіз ол кісіде жалғыз емессіз. Яғни басқа адамдармен де, ер азаматтармен де, қыз балалармен де сөйлеседі деген сөз.
Сондықтан жаңа сенім артып бауыр басып қалмауға тырысқаныңыз жөн. Бұл сізге бір аптаға берілетін кеңес. Егіздер, қош сау болыңыздар. Келесі аптада кездескенше лайк басып, комментарий жазып, бағалап қойыңыздар.